Ақселеу Сейдімбектің Аққыз хикаятында 19 ғасырдағы қазақ даласының тұрмыс-тіршілігін көреміз. Хикаяттағы бас кейіпкер Аққыз Қарағаштағы Таймас байдың 7 перзентінен қалған жалғыз өкілі үміті. Әкесі қызын мал-дүние қызығын көру үшін емес, ұрпағын жалғастыратын жалғыз алданышы ретінде тәрбиелейді. Бар байлықтың иесі де, дәулетінің қорғаны, ел жұртының қамқоршысы да, абыройын арттырып атағын шығаратыны осы Аққыз. Таймас бай қартайған сылтау етіп, соңғы кезде көршілес ел арасындағы дау-дамайды шешуге де Аққызды аттандырып отырады. Бұл жазушы қаламынан шыққан тың кейіпкер. Иә, жалғыз қызын еркек шора өсіріп, малға ие етсе де, бойжеткен кезінде уақыты келгенде сұрап келгендер болса қызын ұзатқан. Ал Аққыз әке дәулет арқасында бұлаң өсіп қана қоймай, Таймас бай қызын сұрап келгендерді жазалап, дүре соқтырғаннан кейін маңайындағылар оның қыз екенін білдіруге де тартынатын болған. Осылай бойжетіп келе жатқан Аққыз да әке үмітін ақтап, сабырлы саналы болып ержетеді. Небір дау-дамайларға араласып, ел іші мен көршілес ел арасында атағы шығады. Осылай жүріп, ер-жігіттер арасында да достары мен жолдастары көбейіп, оны бойжеткен қыз деп емес, адал жолдас ретінде көреді. Әке үмітін ақтаған Аққыз ақылына көркі сай уәдеге берік жан. Ел арасында болған даудың бірінде дұрыс шешім айтқан Аламан батырға уәдесін бергенімен, еркін өскен Аққыздың жанын жабырқататынына әйел үстіне, яғни тоқалдық қамытын кигісі келмегендігі. Бірақ берген сертінен тайқу бұл Аққыз үшін емес еді. Көңілі жабырқаса да Аламанға бір аяғы көрде, бір аяғы жерде отырған әкемнің жалғыз едім. Тым болмаса көзі жұмылғанша көңілін күпті қылмасам деп едім. Қашан болса да хабардың өзімнен болуына шыдам жасап күтсең, дегенің болсын дейді. Яғни Аққыз жазушы қаламнан туындаған жаңа тым кейіпкер. Осындай кейіпкердің жазушыда күндестіктің қол еткісі келмейді. Сондықтан Аққызға өз ерлігі мен батылдығының арқасында қол жеткізген Наймантайды тудырады. Наймантай да Аққыздың батылдығын, ақылдылығын, биязылығын, сертке беріктігін құрметтейді. Сондықтан да Аққызға өз көңілін білдіргенде, қыз оған қанша бұлғақтағанмен қыз болып дүниеге келген соң, тағдыр тұзағынан қашып құтылмайды екенсің. Әр ойлап бер ойлап сол тұзаққа менің де бас иген жайым бар. Және де табиғат тартуына бағынып, өзім іздеп өз еркіммен бас иіп едім. Қинағаныңмен арымдаттап, уағда бұзып кете алмаспын деп жауап береді. Аққыз да Наймантаймен сөйлесіп достасып жүріп, сынап оны ұнатады. Бірақ берген уәдесінде тұрмау, берген уәдені бұзу Аққыз үшін емес еді. Ал Наймантай болса, өзінің ақылдылығымен, шұқырлығымен ұнатқан Аққызды ақыры қолына қондырып, тойын жасап, барлығы басылғаннан кейін Аламан батырдан кешірім сұрау мақсатында бірнеше ат және өзінің туған қарындасын қалың малсыз алуын сұрайды. Алайда батыр Наймантайдың қарындасының сүйгеніне қосылуын қалап, екі жасқа бақыт тілеп кешірім бергенін айтады.